Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Менің қолдаушыларым бүгін сіздерге өте керемет әрі өте қарапайым затты талап ететін чебуреки жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма қолдау көрсетіп тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментария қалдырсаңыздар және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің күнделікті салынып отырған видеоларым сіздерге көрініп отыратын болады. Жалпы менің каналымда 70-80% тіркелмей қарайды екенсіздер. Олар болса сіздерге тіркелуге кеңес беремін. Ал ендеше чебурекимізді бастаймыз. Бізге қажет болады қатты қайнап тұрған ыстық су қажет болады. Бір кесе ыстық су аламын. Қайнап тұрған ыстық су. Осының үстіне аздап жарты шай қасық тұз қостым. Және де сұйық май қажет болады. 3 қасық сұйық май құямын. Енді ақырындап тұзымызды ертіп аламыз. Су қатты ыстық болғандықтан қолымызды күйдіріп алу қаупі бар. Сондықтан барынша лопаткамен немесе қасықпен басында араластырамыз. Онда аз-аздан салып отырамыз. Қамырымыз қазір ыстық болып тұр. Аз-аздан ұнды қосып отырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осындай бір қалыпты жұмсақ қамыр елеп шығарамыз. Енді осы қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымызды тындырып қойған уақытта начинкасын дайындайтын боламыз. Менде мантыден артылып қалған азғантай фаршым бар еді. Осыны сковородкаға салып қуырып алатын боламын. Егер де сіздерде картошкамен пісірсеңіздер де болады, немесе осылай фаршпен, етпен пісірсеңіздер де болады. Өйткені чебуреки сырты тез пісіп қалғандықтан іші шала болуы мүмкін. Сондықтан етті бір рет қуырып алған абзал. Қызып тұрған сковородкамызға бір қасық май құйып, фаршымызды қуырып алатын боламыз. Негізі жуасы көп болған, сонда дәмдірек болады. Жуасы егер көп болса. Осылай үстіне қара бұрыш, кориандр, кристалл тұзын, тұз қосып, жақсылап қуырып алсаңыздар болады. Фаршымыз дайын болды. Енді басқа ыдысқа салып суытып аламыз. Фаршымызды салып алдық, енді суығанын күтеміз. Және де бұл уақытта қамырымызды дайын болып қалды. Осы қамырымызды кесіп, майдалап дайындай береміз. Өзіміздің керек мөлшердегі қамырларымызды аламыз. Қамыр өте әдемі болып шығады. Бұл уже заварной тестаға жатады уже. Осылай етіп барлық қамырды бөліп шығамыз.
Міне қамырымыз дайын болды. Енді аздаған ұнның көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Жұқа етіп жаямыз. Міне жайып алдым. Енді үстіне аздап начинкамызды саламыз. Жақсылап жауып бекітеміз. Бұндай узорлы резкамен әдемілеп жан-жағын кесіп алсаңыздар да болады. Болмаса міндетті емес. Әсемдік үшін осылай шетін кесіп алсаңыздар да болады. Міне, барлығын осылай бүгіп шығатын боламыз. Тағы да біреуін көрсетейін сіздерге. Аздап қана ұнның көмегімен жаямыз. Ұн болмаса, қамырымыз столға жабысып қалуы мүмкін, жұқалап жайған уақытта. Бірінші жақсылап қолмен қысып, басып бекітіп аламыз осылай. Одан кейін барып, осындай резкамен кесіп шығамыз. Барлығын осылай бүгіп шығатын боламыз. Дайын болған чебурекімізді қызып тұрған майға салып пісіріп алатын боламыз. Міне чебурекіміз дайын. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің чебурекіміз дайын болды. Өте иісі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Міне, өте керемет болып шыққан. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.